бүгінгі сабағымызға сай әлем жұлдыздарымен теңестіргім келіп тұр сіздерді. Мына жаққа назар аударсаңыздар, бірінші кімнің суретін байқаласыздар? Димаш Құдайберген кім? Әнші әлем, аты әлемге жайылып жатырған әнші, біздің Қазақстанның атағын шығарып жатқан жұлдыз, иә. Ендеше балалар қошеметтеп қояйық. Мен бірінші топтың балаларын Димаш Құдайбергеновке теңестіремін. Димаш Құдайберген сияқты жұлдыздар отыр бірінші топта. Бала екінші суретте кімнің суретін ойлаймыз? Геннадий Головкин. Ол кім бала? Боксшы, иә. Оның да атағы әлемге жайылып жатқан әлем жұлдыздарының қатарында. Геннадий Головкиндер отыр екінші топта. Қошеметтейік балалар. Бала үшінші суретте кімді көріп тұрмыз? Юрий Гагарин, иә. Ғарышкер, тұңғыш ғарышқа ұшқан Юрий Гагаринді көріп тұрмыз. Ол да әлем жұлдызы, иә, әлем таныған ұшқыш, иә. Үшінші топтың балаларын мен бүгінгі сабағымызда Юрий Гагаринге теңеймін балалар. Жақсы балалар, көтеріңкі көңіл күймен отырамыз бүгінгі сабағымызда балалар. Енді қазір сіздерге бейнеролик көрсетем балалар. Ұлы ашылулар заманына алып келді. Қазіргі уақытта біздің әлем тағы бір үлкен қарқынмен жаңа заман жаһандануға өтті. Жаһандану аймақтық экономика, қоғам және мәдениеттер арасында тығыз ықпалдастық орын алатын процесс ретінде сипатталады. Бұл халықаралық сипатқа ие байланыс жүйесі транспорт және сауданың арқасында мүмкін болуда. Көптеген факторлар жаһанданудың қарқын алуына септігін тигізді. Технологиялық прогресс транспорттық шығындарды азайтты. Осылайша шет елдерге тауарлар төмен бағамен жеткізіліп, арзан қызмет түрлері көрсетілуде. Қазіргі байланыс құралдары жұмыстарды тез және мемлекет шекарасынан тыс аймақтарда орындауға мүмкіндік беруде. Сауда кедергілерінің жойылуына байланысты сауда-саттық өсіп, үлкен нарыққа шығу жеңілдей түсті. Жарнамалаудың арқасында идеялар кеңіне тарап, әлем бойынша сатылым деңгейі өсуде. Бизнес жаһанданудың негізгі қозғаушы күші. Барлық компаниялар өз жұмысын жергілікті деңгейден бастаса, кейбіреулері әлем бойынша тарайды. Трансұлттық немесе көпұлтты корпорациялар халықаралық операциялар арқасында гүлденуде. Олардың атаулары әлем бойынша көшелер мен экрандарда танымал болуда. Трансұлттық корпорациялардың көбі экономикасы жоғары дамыған елдерде шоғырланған. Бірақ олардың қосымша кәсіпорындары экономикасы кенже дамыған елдерде орналасқан. Бұл арзан еңбек күші мен шикізат материалдарының құнын төмендетуде, сатылымды арттырып, сауда-саттық үшін жағымды жағдайлар жасауда. Жаһанданудың оң және теріс жақтары бар. Үндістанда жұмыс орындарының саны артып, Бангалор секілді жоғары технологиялық қалаларда инвестицияның өсуіне жағдай жасалуда. Дегенмен елде еңбек қауіпсіздігі сақталмайтын тігін фабрикалары көптеп кездеседі. Американың ең үлкен корпорациялары әлем бойынша мол пайда табуда. Бірақ жаһандану Детройттағы басты отандық автокөлік индустриясын қысқартуға әкеп соқты. Бұған көлік шығарудың шет елдердегі арзанырақ зауыттарға көшірілуі әсер етті. Экономикалық пайда ұзақ уақыт бойы жаңа жерлерді іздеудің негізгі себебі болды. Жаһанданудың күрделі феномені бұл процесті жалғастыруда.
жарайды. Бейнероликті тамашаладық, иә балалар? Бейнероликте не көрсетілді? Бейнеролик не туралы екен? Қане, ойыңызды айтайықшы балалар. Не көрдік? Не туралы екен бейнеролик? Әлішер? Жаһандану ол әлемдегі мемлекеттер бірімен мәдени, экономикалық, технологиялық жағынан тығыз байланысқан процесс. Жақсы. Ол жалайды. Жақсы. Ал, Гүлімай? Бұл бейнероликте жақындары туралы жалпы түсінік тұр, және де әлемде болып жатқан проблемалар мен даму туралы айтып тұр. Жақсы, ал, Арыфын, Динас? Бейнероликте жақынданудың және теріс жақтары туралы айтылған. Оң жағы мысалы өркендеп өсуі, бірақ та теріс жағы еңбек қауіпсіздігі сақталмаған фабрикалар пайда болып жатыр. Басқа елдерде, иә? Ал, тағы мына топтан қайсымыз айтамыз? Не көрдік, не түйдім деп алар бейнероликтен? Арина? Қандай ой түйдім? Жаһандануда не жаман, не жақсы деп те айта алмаймыз, өйткені жақсы да жаман да жақтары бар. Сондықтан да жаһандану әлемге Керек деп ойлайсың, иә? Жақсы. Балалар, қандай ой түйдік бейнероликтен? Ал, қайсымыз айтамыз? Қандай ой түйдік, Рахман? Жаһандану әлемді танып келе жатқан адамзатпен бірге танылып, өсіп, дамып келе жатқан үрдіс болып табылады. Жаһанданудың әртүрлі түрлері бар. Олар фабрикаларда бір танымал компаниялардың жұмысын жеңілдетуде. Жұмысын өсіріп, өркендеп жатыр, дамытып жатыр, солай емес па? Ал, тағы не түйдік? Қайсымыз айтамыз, балалар? Ал, Әлішер, өз ойыңыз айтады. Жаһандану ол адамзатқа керемет, осыдан бірнеше ғасыр бұрын пайда болған керемет үдеріс. Ол арқылы бір мемлекеттер өзінің экономикалық жағдайын көтерсе, ал кейбір мемлекеттерде оның әсерінен кейбір үлкен проблемалар туындатады. Дұрыс айтасың. Балалар, жаңа бейнероликтерде айтып жатырмыз, жаһанданудың артықшылығы мен кемшілігі бар, иә? Жаһанданудың қандай артықшылығы бар екен? Қайсымыз айтамыз? Артықшылығын айта алар, Алина? артықшылығы ол көптеген елдерде көптеген кәсіп орындары ашылуы, жаңадан техникалардың пайда болуы және бір елдердің арасындағы машина немесе басқа да заттардың болуы және Бизнестің дамуы, иә? Жақсы. Ал, Назира? Жаһандануда сол кейбір жұмыссыз адамдар жұмыспен қамтуға жұмыс орындары көбейеді, иә? Ал, Арда? жаһанданудың артықшылықтары жаңа жұмыс орындары мен банкалар сияқты қалалардың дамуы. Дұрыс айтасың. Өте жақсы. Балалар, енді кемшілігі бар ма жаһанданудың? Кемшілігі қандай екен, балалар? Ал, Беназир, кемшілігін айта алар. Шетелдік инвестицияларды тарту мақсатында арзан әрі әділетсіз еңбек шарттарының бұзылуы. Еңбек шарттарының бұзылуы деп келісеміз ба, балалар? Қандай кемшіліктері бар? Қандай Әлішер? Жаһанданудың кемшіліктерінің бірі көптеген инвестициялар жасалмаған және жұмысшылар көп болуымен олардың еңбек қауіпсіздігі сақталмауында. Дұрыс айтасың, иә? Еңбек қауіпсіздігі сақталмауы бұл да бір кемшілік болып саналады екен, иә? Балалар, енді қазір мен сіздерге бағалау парағын ұсынамын. Осы бағалау парағына бүгінгі тапсырмалар орындау барысында өз-өздеріне бал қойып, өз-өздеріңді бағалап отырасыңдар, иә? Қазір бағалау парақтары таратылады.
енді ғой бағалау қарары, иә балалар? Енді әрі қарай балалар, осы бүгінгі сабақ барысындағы тапсырмаларды осы бағалау қарарына өз-өздеріңді бағалап отырасыңдар, иә? Балалар, енді дәптеріңді аша қойыңдар. Дәптерімізді ашамыз, балалар, бүгінгі күннің ретін жазып қоямыз, қазанның 11-і. Және, балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз біздің өткенде біз жалпы жаһандану мәселелері деген бөлімді бастаған болар еді, өткен сабақта. Енді бүгін соның екінші тақырыбы балалар жаһанданудың мәдени үрдістерге әсері деп аталады, және грамматикалық тақырыбымыз ғылыми стиль деп аталады балалар. Жаңа біз бейнероликте де өткен сабақтарда да біз осы жаһандану мәселелері туралы, жаһанданудың артықшылығы, жаһанданудың бүкіл әлемде болып жатырған кемшілігі, сол турасында айттық, балалар. Өткен сабақтарда айттық, тапсырмалар орындадық бірнеше, балалар. Енді жаһандануды жаңа өздерінде айтып жатырсыңдар, балалар, бейнеролик барысында да қандай жаңағы даму үстінде екендігі, әлем қалай дамып жатқандығы туралы, солай емес па? Енді балалар, әлем дамып жатыр ғылым мен технология бойынша, қазір ғылым мен технология қатты қарыштап кетті, балалар. Себебі технологияның түрлі формалары дамып жатыр, солай емес па? Сонымен қатар балалар бизнесте қарқынды жүріп жатыр, Енді осы жаһандану мәселелеріне байланысты әрі қарай да келесі сабақтарда да талқылайтын боламыз. Қазіргі сабағымыз балалар жаңа тақырып бұл ғылыми стиль деп аталады, Стильдің түрлері туралы өткен сабақта көркем әдебиет стилі өткен болатынбыз, балалар. Енді осы стильдің екінші түрі бүгінгі сабағымыз ол ғылыми стиль деп аталады. Балалар, ғылыми стильден бұрын оқу мақсаттарын таныстырып өтейін сіздермен. Екі оқу мақсаты бар бүгінгі сабағымызда. Бірінші мақсат мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіру, сыни тұрғыдан баға беріп айту. Екіншісі стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктерді дұрыс қолдана білу балалар. Енді ғылыми стиль, балалар, ережесін нақтылап түсініп аламыз, Ғылыми стиль бұл адамның ғылыми ізденісінен, зерттеуінен тапқан ауызша немесе жазбаша түрде жұртқа жеткізу мақсатында қалыптасқан стильдің түрі екен, балалар. Енді осы ғылыми стильдің функционалдық бірнеше міндеттері бар, 3 міндеті. Осыны таныстырып өтейін сіздерге. Бірінші міндеті ол ойды дәл, нақты әрі түсінікті етіп жеткізуді көздейді. Екінші ойды тұжырымды түрде хабарлауға талпынады екен. Ал үшінші түрі осы талаптарға жету үшін эмоцияға, экспрессияға көп жол берілмейді екен балалар. Көрдіңдер ғой, осындай ғылыми стильдің функционалдық міндеттері бар екен. Енді келесі балалар, ғылыми стильдің тілдік көріністері туралы айтылады. Енді бұл тілдік көріністерге бірнеше пункттерге, бөлімдерге бөлінетін, соның біріншісі ғылыми ұғымдарды дәл айтатын терминдер мол орын алады. Ол қандай терминдер, балалар? Белгілі бір ғылым саласына байланысты айтылатын терминдер, Екінші процестерді тұжырым ойларды бір терминге келтіріп, түйіндеп айту негізгі тәсіл болады екен. Ал балалар, үшінші, сөзді үйреншікті тұжырымды ету мақсатында тұрақты үлгідегі сөйлемдер, сөз тіркестері молынан жұмсалады екен. Төртінші балалар, сөйлемдердің мынадай құрылымдық түрлері көп жұмсалып, оған өзіндік ерекшелік беріледі екен. Енді оның біріншісі баяндауыштары ауыспалы осы шақ формалы етістіктен жасалады екен. Балалар, етістіктің неше шағы бар, дейсіз бе? 3 шағы бар. Қандай шақ? Осы шақ, келер шақ және келер шақ формасы бар. Енді бұл ғылыми стильде баяндауыштары ауыспалы осы шақ формалы етістік арқылы жасалады екен. Мысалы, келтіретін болсақ, алюминий тез балқиды. Бұл алюминий деп отырғанымыз ғылыми термин, қай салаға байланысты айтылып тұр? Қай ғылымға байланысты? Химия ғылымына байланысты айтылып тұр екен. Сонымен қатар екінші балалар ырықсыз етістіктен жасалған баяндауыштары көп жұмсалады екен. Балалар, ырықсыз іс-әрекетті орындаушы кім еді, балалар? Белгісіз адам. Іс-әрекет орындалады, бірақ иесі белгісіз, балалар. Ыл, л деген жұрнақтар арқылы жасалатын еді, балалар. Енді бұл жерде мысал, бидай құнарлы жерге егіледі. Қай ғылымға байланысты айтылып тұр, балалар? Биология ғылым саласына байланысты айтылып тұр екен. Міне ғылыми стильдің тілдік көріністері осылай
болады екен балалар. Енді келесі балалар оқулығымызды ашайық, кітабымызды ашайық. Бағалау парағын ұмытып кетпейміз, өз-өздеріңді бағалап отырамыз. Берілген тапсырмалар жазылып отыр бағалау парағында. Ендеше балалар оқулықты ашамыз да, осы тақырыпқа сай 6-шы тапсырма бар, балалар. Сол тапсырманың берілгені бойынша мен 3 топқа 3 түрлі тапсырма беріп қойдым. Бірінші топ мәтін мазмұнын еске сақтап, жүйелі баяндау үшін жоспар құрасыңдар. Мәтінді әуел жақсылап танысып оқып аламыз. Содан кейін барып балалар мәтін мазмұнын естеріне сақтай отырып, жүйелі баяндау үшін жоспар құрасыңдар. Кәдімгі жоспар, бір әңгімені оқығанда да жоспар құрылмай ма? Сондай жүйелі жоспар құрасыңдар. Бірінші топ сіздерге Алинаның тобы. Екінші топ бала жаһандану жайлы алдыңғы сабақтарда айтылған ойды толықтыратын жаңа деректер табасыңдар. Мәтінді ашып қараймыз, жаһандануға байланысты басқаша тағы да қандай деректер бар екен? Кеше айтылмаған, бүгінгі сабақта айтылмаған қандай деректер бар екен? Сондай деректер болса мәтіннен тауып жазамыз, дәптерлерге жазамыз, орындаймыз. Сосын үшінші топ мәтіннің баяндау стилін анықтайсыздар. Қандай стильде айтылып тұр? Баяндау стилі, стильдің түрін табасыздар бұл жерде мәтіннен, содан кейінгі оған дәлел ретінде мысалдар келтіресіздер. Жақсы ма балалар? Ал жарайды, қазір орындаймыз тапсырманы. Алдымен мәтінді жақсылап оқып аламыз, балалар. Мәтінмен танысып шығамыз, өз беттерінше оқиық, өзімізше оқиық, болмаса мәтінді оқып шыққан дұрыс па балалар? Оқып шығайықшы, тездетіп. Ал бірінші кім бастайды? Мадияр бастай қойшы, бірінші Азат жолды оқи қойшы. Жаһандану қақтығысының жүріп жатыр дейді. Оның пікірінше жаһандану 3 нысаннан тұрады. Бірінші экономикалық жаһандану, ол технологиялар, ақпарат, сауда, шетелдік инвестициялар мен халықаралық бизнестер революциясының жемісі. Басты ойыншылары компаниялар, инвесторлар, банктер, жеке секторлар, сондай-ақ мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар болып табылады. Жақсы. Мадияр, рахмет. Ал келесі Азат жолды Рахманның тобы кім оқиды? Гүлімай бастап оқи қойшы. Интеграция олардың ауысына байлығын артуға мүмкіндік бергенмен әлеуметтік әділеттілік қағидасына қайшы келеді. Яғни табыс пен игілік тең бөлінбейді. Сондықтан да мемлекеттік арасында және олардың ішінде теңсіздіктер орын алып, жаһандық бәсекелестікке қатысушылардың осы мәселесімен айналысу мүмкіндігі шектеледі. Ал әрі қарай жалғастырайық, Зинас. Келесі еркін қозғалысына ықпал етті. Бұл жағдайда униформизация мен әртүрлілікті таңдауда нәтижесінде қайта жаңғыру көрінісіндегі жергілікті мәдениеттер тілдер біркелкілікке қарсылық танытып, өзіне тән тілі мен мәдениетін сақтап қалу жолдарының тектіктерін іздестіруде. Аяқтадық па? Мәтін аяқталды. Жарайды, ендеше осы мәтін 4 минут уақытта мәтін мазмұнын еске сақтай отырып, бірінші топ жоспар құрады. Екінші тобымыз біздің жаһандану жайлы деректерді толықтырады, жаңа деректерді. Ал үшінші тобымыз біздің мәтіннің баяндау стилін анықтайсыздар, балалар? Тездетіп анықтай қойыңыздар. Мысалдар келтіре отырып дәлелдейміз,
жаһанданудың жаңаруы, төртіншісі саяси жаһандану, бесінші жаһанданудың артықшылықтары. Өте жақсы. Бала жақсы, иә. Енді мына жерде бағалау парағын ұмытып кетпей белгілеп, өздерінің бағаларын қойып. Тапсырма жаһандану жайлы алдыңғы сабақтарда айтылған ойды толықтырып, жаңа деректерді табу, мәтінде берілген жаһанданудың түрлері, оның ішіне мәдени жаһандануды айтсақ, мәдени жаһандану ол технологиялық революция мен экономикалық жаһанданудың негізінде дами отыратын жаһанданудың бір түрі болып табылады. Жақсы. Ал Ағеке, сен не айтасың? Аталған екінші санаттағы саяси жаһандану, онда ақш олардың саяси институттары, сондай-ақ халықаралық және аймақтық ірі ұйымдар жетекші рөл атқарды. Тәртіпті қамтамасыз ету, көші-қон, әділдік сияқты салаларда кең таралады. Тағы бар ма деректер? Ал Анель. Интеграциялану олардың ортақ байлығын арттыруға мүмкіндік бергенімен әлеуметтік әділеттілік қағидасына қайшы келді. Яғни таныс пен игілік тең бөлінеді. Жақсы. Бар ма тағы жаңа дерек? Осыма тапқандарың жақсы, балалар. Жақсы деректер айтылды, иә, балалар, айтылмаған жаңа деректер. Ал енді үшінші топ, балалар, бұл мәтіннің баяндау стилін табу, иә, Диназ, бастайық. Бұл мәтіннің стилі ғылыми стиль болып табылады, себебі ғылыми стильдің ерекшеліктері осы мәтінге сай болып тұр. Мысалы, бұл мәтіндегі ой нақты әрі түсінікті жеткізіліп тұр, және де көптеген термин сөздер қолданылған, және де эмоция мен экспрессиялар көп мән берілген. Балалар, жақсы, 6-шы тапсырма бойынша жақсы ойларыңды жеткізе білдіңдер, балалар. Тапсырманы жақсы орындадыңдар. Енді бағалау парағына өз-өздеріңді бағалап отырсаңдар. Енді балалар, біз қазір халықаралық PISA-ға байланысты тапсырмалар орындайтын боламыз. Әрі қарай сабағымыздың бөлімінде, балалар. Мына жерде сендерге тақтада PISA мәтіні беріліп тұр, жаһандану мәселелері деген. Енді осы PISA-ның мәтінімен жақсылап танысайық, соған байланысты тағы да 3 топ өз-өздеріне бөлек-бөлек тапсырмалар орындайтын боласыңдар. Жақсы, балалар, ендеше осы мәтінмен танысайық, PISA мәтінімен. Ең бірінші мәтінге назар аударамыз, қараймыз. Қайсымыз оқимыз? Бірінші топта. Алина, жақсылап оқып жүрші. Бірінші азат жолда, иә? 21-ші ғасыр жаһандану немесе ғаламдану деген сөзді санамызға құйып жіберді. Ол не? Қазақ ғаламдануға дайын бар. Адамдарды дайындық үстінде деуге болады. Ағылшынша сөйлейді, батыста оқиды, батысша өмір сүреді. Батыста жүріп бірнеше ғылымды игереді. Сол жақтан мансап та табады. Міне бұл жеке бастан ғаламдану жолы. Жақсы, әрі қарай екінші топ. Кім оқиды? Ғаламдан оқисың ба? Кім оқиды ба? Жақсы, Беназир оқиды. Ғаламдану дегеніміз еліктеу, соған ұқсау, өзімді соған сенеу. Тағы бір тағы бар. Өзімен тілдіріп қатарға қосу, басқалар сенен үлгі алатын дәрежеге көтерді. Сен оған емес, оны өзіңе ұқсату. Өзіңді оған ұқсату, ғаламнан жоғалу. Өзіңді өз еліңді, мәдениетіңді, тіліңді, ән күйіңді, өнеріңді, ұлттық ой пікіріңді, идеологияңды ғаламға таныта біл. Ғалам танысын, ерлігіңді, өнегіңді, ұлттық сын-сипатыңды ұлт болып, ел болып қалыптасуыңды танып. Ғаламдану өзіңді өркениетті елдермен қатар қою дегенді білдіреді. Егер сен өз мәдениетіңді қатарға қоса алмасаң, онда сен басқаның мәдениетін қабылдап, өзіңді жоғалтып, ұлтсыздан кетесің. Жақсы. Ал үшінші азат жолды, Әлшер, аяқтай алады. Ғаламдану басқаны үйреніп, басқа мәдениетті, басқа тілді, дінді, салт сананы үйретіп тұр. Жанкештілік деген сөз бар. Өз жанына, ұлтына, еліне, жеріне құрбандыққа беру, елдің жерін, ұлтын, отанын өз жанынан артық бағалау. Осындай бағытта тәрбиеленген азаматтар өсуі тиіс. Бүгінгі жас тәуелсіз қазақ мемлекетін әлемдік дамыған әлемдердің қатарының теңестіруге жанкештілікпен ұмтылу қажет. Ұлттық жүйелердің ұлттық намыстың арқасында оларды басып озу бүгінгі нарық заманның талабы. Енді ғана әлем мойындап келе жатқан жас қазақ мемлекетін алдын қатарлы алып елге айналдыру біздің ендігі міндетіміз. Көрдік қой, балалар, мәтінмен таныстық қой. 21-ші ғасырдағы жаһандану немесе ғаламдану деген сөзді санамызға құю. Бұл негізгі мәтіннің мазмұны, балалар. Ендеше осы PISA мәтініне байланысты бірнеше тапсырмалар бар. Осы тапсырмаларды орындайтын боламыз, балалар.
енді бұл жерде топ бойынша бердім тапсырманы, иә. Бірінші топта жаһандану, ғаламдану ұғымдарының синонимдес болуын түсіндіріңдер. Бірінші топ. Қазіргі жастар жаһанданудың қай бағытына ден қоюда? Мәдениетті ел мен өркениетті елдің ара жігін ажыратыңдар. Бірінші топтың тапсырмасы сондай болмақ. Екінші топ бала жаһандану сөзін естігенде ойларына не келеді? Иә? Өзіңді өзгеге ұқсату, соған еліктеу. Үшінші, өз мәдениетіңді, тіліңді, ой пікіріңді жетілдіру. Иә? Міне осыған байланысты жаңағы өз ой пікірлеріңді жазатын боласыңдар, иә? Үшінші топ бала жаһандану жайлы ойды толықтыратын ақпаратты мәтіннен табасыңдар. Және мәтінге стиль, қандай стиль басым көрінетін мысалдармен дәлелдейсіңдер. Иә бала? Ал жақсы, мәтін бойынша тезірек жақсылап жұмыс жасаймыз. Қай топ болар тапсырманы толық орындап, қол шапалақтаймыз, жақсы ма? Болған топ балар қол шапалақтау әдісі арқылы болғандықтарын білесіңдер, иә? Тапсырма толық орындап болғандар. Болған жоқпыз ба әлі балалар? Тапсырмасынан бастап, тыңдайық, иә балалар? Ал, кім бастайды? Ал, иә, бастай алып. Отыр оқиды.
жаһандану ол ғаламдану деген сөздер синонимдес, себебі екеуі де бір мағынада, яғни жаһандану дегеніміз әлемде қандай да бір өзгерістің маңызға ие болуын анықтайтын ұғым. Қазіргі жастар мәдени жаһанданудың жолында, себебі ол жаһандану түрі технологияға негізделген. Мәдениетті ел ол мәдениетті көркем, жақсы дамыған ел болса, өркениетті ел ол халық тұрғындарының өркениетінің бірлігі болуы. Жақсы. Басқа айтам деушілер бар ма бала топта? Бір топ мүшесі айтама тек екінші топтан. Ал, рахмат. Жаһандану дегеніміз еліктер соған ұқсау өзімді соған теңеу деп түсінемін. Өзімді өзгеге ұқсату, соған еліктеу дегеніміз өзімді дамыту, өзімді ерекшелендіру. Ал өз мәдениетіңді, тіліңді жетілдіру, яғни тіліңді, мәдениетіңді, ой санаңды дамытып, оны жетілдіру деп түсінемін. Жақсы. Ал, жақсы. Мен сенде ойыңды білдіресің баға айталым. Өзімді өз елімді, мәдениетімді, тілімді, ән күйімді, өнерімді, ұлттық ой-пікірімді, идеологиямды ғаламға таныта білу. Ал, үшінші топ. Оны істеймін, себебі ойда ойды айту барысында эмоцияға, экспрессияға жол беруге тырысады. Кейде өзіме жиі айтамын. Жаһандану дегеніміз еліктеу, соған ұқсау, өзімді соған теңеу, тағы бір жағы бар. Өзімді жетілдіру, қатарға қосу, басқалар сенен үлгі алатындай дәрежеге көтеру. Жақсы. Ал, болды ба бала? Жақсы. Бала бұл мәтін бойынша орындаған тапсырмаларды да жақсы орындадық, жақсы ма? Енді бала біз сабағымызды қорытындылайық, бүгінгі сабағымызды рефлексия бойынша мен мына жерде активатор деп аталатын әдісті алып келген едім, иә, сіздерге. Енді осы активатор әдісінде бала мына парақшаны барлықтарына таратып беретін боламын. Осы бойынша бүгінгі сабақта есімде қалған 3 мәліметті жазасын, иә, және маңызды болған, өзіме маңызды болып деген 2 мәліметті жазасында параққа. Сонымен қатар тәжірибемде өмірде қолданамын деп санайтын бір мәліметті жазатын боласыздар. Мына жерге аты жөндерін жазасыздар және осы мәліметті толтырып бере қойыңыздар. Барлықтарына. Естерінде қандай 3 мәлімет қалды? Менің есімде мынадай 3 мәлімет қалды деп жазасыңдар. Ал ең маңызды болған не нәрсе сендерге? Және тәжірибеде өмірде қолданамын деген бір әдісті жазатын боласыңдар. Біріншісіне 3 мәлімет жазасыңдар. Екіншісіне бала кім болды? Болған бала. Ал балалар болдық па? Болған топ, қол шапалақтаймыз. Ал екінші топ болды. Ал сосын қайда болды? Бірінші топ болдыңыздар ма? Үшінші топ болды па?
бірінші топ. Ал екінші топ оқи берейікші, иә? Бірінші топ дайын боламын дегенше. Ал бірінші есімде қалған 3 мәліметті оқиды. Мен есімде қалған 3 мәлімет, баламдан деген еліктеу, соған ұқса өзіңді соған сүйеу. Екінші мәлімет, баламдан басқаны үйрен, басқа мәдениетті, басқа тілді, дінді, салт-сақаны үйрену. Үшінші мәлімет, өз мәдениетіңді, өз тіліңді, ой санаңды дамыту. Маған маңызды болған екі мәлімет, ғаламдану дегеніміз еліктеу, соған ұқсау, өзіңді соған теңеу. Ал екінші мәлімет, өз мәдениетіңді, өз тіліңді, ой санаңды дамыту. Тәжірибемде қолданамын деген бір мәлімет, өз мәдениетімді, өз тілімді, өз тілімді, салт-сақамды, ой санамды дамыту. Жақсы. Ал тағы бір бала оқып жүреміз ба? Ағайке оқып жүре қойшы. Қайсысын оқисың? Кімді? Менің есімде қалған 3 мәлімет, жаһанданудың ыдырауы, ұлттық сана-сенім, өз еліміздің мәдениетін таныта білу. Маңызды болған екі мәлімет, өзіңді өзгеге ұқсату, өз жанына, ұлтына құрбан беру. Тәжірибе қолданамын, тілді, ойды таныту, дамыту. Ал үшінші қатар, үшінші топ. Есімде қалған 3 мәлімет, ғаламдану термині, ғылыми стиль, жаһандану туралы. Маңызды болған екі мәлімет, ғылыми стиль және оның ерекшеліктері, жаһандану кемшіліктері мен артықшылықтары. Тәжірибемде қолданамын деген бір мәлімет, өзіңді дамыту. Жақсы. Ал тағы оқимын деушілер бар ма? Жарайды. Енді балалар жақсы активатор әдісімен жұмыс жасадық деп есептейміз. Балалар жақсы орындадыңдар тапсырманы. Енді балалар бүгінгі сабағымызды бір ауыз сөзбен қорытындылайықшы. Ал балалар бүгінгі сабағымызға байланысты не айтуға болады, не түйдік бүгінгі тақырып бойынша бір жаңағы сөзден айтып шығайықшы. Ойларыңызды Жаһандану ол әрбір мемлекетке жалпы дүние жүзінде керемет бір жаңадан шыққан сала, үрдіс, ол жайлы жалпы ол. Бір мемлекеттердің дүние жүзіндегі технологиясы мен мәдениетіне, технологиялық, мәдени, экономикалық жаңалығымен тығыз байланысты отыратын үдеріс. Жақсы, өте жақсы. Ал екінші топтан кім сөйлейді? Ал Жаһандану дегеніміз өзінің мағынасын, өзінің салт-сапасын жоймайтын термин болып табылады. Ол дүние жүзіне, барлық әлемге, барлық ғаламшарға танылған, дамып келе жатқан термин. Жақсы. Ал бірінші қатардан кім айтады? Алина. Бүгінгі таңда жастардың көбі телефонға және гаджеттерге сенімділікпен, бұл да жаһанданудың бір түрі, бастамасы. Себебі көрші елдер өздерінің мәліметтерін ғаламторға орыс тіліне, ағылшынша тілде жүктегеннен олар үкіметіне жатпай өздерінің орыс тілін басқа мемлекеттерге насихаттайды. Жақсы, өте жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма алып жіберейік балалар. Үйге оқулықтағы 8-ші тапсырманы аламыз. Мәтінді қайталап оқып, экономикалық жаһандану жайлы 3-5 сөйлемнен публицистикалық стильде шағын мәтін жазып бересіңдер. Экономикалық жаһандану деген не, оны асыратын кімдер, жаһанданудың бұл түрінің артықшылықтары, кемшіліктері туралы жазып келетін боласыздар. Үйге берілетін осы 8-ші тапсырманы аламыз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға, сабақ тапсырмаларын жақсы орындағандарыңызға үлкен рахметімді, алғысымды білдіремін. Балалар бағалау парақтарын маған жинап бере қойыңыздар.